Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қайырлы күн, құрметті достар. Менің есімім Қарасақал Жақсылығұлы. Бүгінгі сіздермен бөлісейін деген менің негізгі тақырыбым адамның өміріндегі маңызды факторлар. Әрине адамның өмірінде маңызды деген факторлар өте көп. Соның ішінде негізгі деген 4 факторына мен тоқталып өтуім деп тұр қазір. Ең бірінші адамның өмірінде маңызды ол адамның денсаулығы. Әрине оған бәріңіз де келісесіздер деген ойдамын. Өйткені біз денсаулығымыз болмаса егер біз шын мәнінде қасыңызда жүрген достарыңызға ешкімге де керек болмай қалуыңыз әбден мүмкін. Сондықтан маңызды 4 факторның біреуі ол денсаулық. Сосын екіншісі адамға қаржылай тәуелсіздік. Дүние, ақша. Ол да адамға өмірінде біз қазір көп жерде неге бай алмай жатырмыз, неге біз өткен ақшаны жеп көреміз. Ақшаны біз дұрыс емес қылып миға информация беріп алғанбыз. Ақша бай болып кетсем, адамдардың месінбей кетемін, бай болып кетсем проблема көбейіп кетеді деген нәрселерді біз блок қылып басымызға қойып болып алғанымызда, сол үшін біз ақшаны жеп көреміз, сол үшін біз қаржылай тәуелсіздікке жете алмаймыз өкінішке орай. Сол үшін де біз ақшаны жақсы көруіміз керек. Ақша енді негізгі бір несін айтатын болсақ, ақшаны әрине дүниені қолдауы керек, бірақ ақшаны жеп көрмеуді керек та, өйткені көп нәрсе осыған байланысты. Сіз мысалға анаңыз ауырып қалды делік, сіз врачқа бардыңыз. Егер сіз менің анам әлемдегі ең керемет жанет десеңіз, сізге өкінішке орай врачтар емдеп бермейді. Әрине сіз ақшаңыз арқылы қалаған шетеліңізге, қалаған жеріңізге барып дұрыс диагноз қою арқылы өзіңіздің алла берген өміріңізді сүре аласыз, дұрыс өмір сүре аласыз. Сондықтан бұл да сіздің өміріңізде маңызды рөл ойнайтын факторлардың біреуі, ол факторлардың біреуі ақша екінші орын. Үшіншісі рухани байлық. Адам рухани бай болмаса, егер оның бұлай дүниеви байлығы бола берсін, денсаулығы мықты бола берсін, егер ол рухани аз болмаса, ол өмірдің өз орнын таппайды. Өмірде ондай адамдарды білеміз, мансабы бар, дүниесі бар, адамдардың арасында беделі бар, бірақ не жетпейді. Оған рухани азық жетіспегеннен ол сол нәрсені нашардан алған адамдар бар да. На самом деле оның байлығы бәрі болып тұр, бірақ рухани байлық жетпеген үшін ол сол нәрсені біреу арықтан алды, біреу нашадан алды, біреу тағы басқа есірткі, тағы басқа нәрселерден алды. Сондықтан осы да маңызды. Төртіншісі ол сіздің басқалармен қарым-қатынасыңыз. Сіздің қарым-қатынасыңыз егер мықты болмаса, сол сіздің басқалармен жасаған қарым-қатынасыңыз арқылы сіздің беделіңіз де, өмірдегі орныңыз да, табысыңыз да осы нәрселермен тікелей өлшенеді. Сіздің қарым-қатынасыңыз бен басқаларына. Сіз егер ортада қарым-қатынасыңыз, басқаларға деген қарым-қатынасыңыз дұрыс болмаса, оның да өмірде қалатын нәрсесі, сіз бай бола беріңіз, сіз денсаулығыңыз мықты бола берсін, ал басқалармен дұрыс қарым-қатынас орната алмасаңыз, өкінішке орай ол да сіздің өміріңізде бақытты өмір сүрдім деп айта алмайсыз. Сондықтан да осы 4 фактор өмірдегі өте маңызды, яғни машинаның 4 дөңгелегі сияқты, біреу жоқ болса 3 дөңгелегімен адам өмірде өз орнын таба алмайды. Сондықтан да осы нәрсені жақсылап тұрып өзіміздің, яғни денсаулық бірдей алып жүрейік та, жоспар құрғанда, план құрғанда да бірдей. Денсаулыққа байланысты жоспар пландар, неге байланысты жоспар пландар, ақшаға байланысты, рухани азыққа байланысты жоспар пландар, қарым-қатынасқа байланысты. Осы нәрселерді жоспар планы дамытып отыру керек үнемі. Мысалға сіз денсаулығыңызға байланысты дамытып отыруыңыз керек, өзіңізді үнемі, әрине барлығына білім ғой қажет дейді. Екінші, ақша табу үшін білімдеріңізді дамытып отыруыңыз керек. Үшінші, рухани азық алу үшін білімдеріңізді дамытып отыруыңыз керек, және де қарым-қатынас дұрыс болу үшін біліміңізді үнемі дамытып отыруыңыз керек. Әрине бұның барлығы неде жатыр? Түптеп келгенде барлығы мида жатыр да, осының барлығы. Егер сіздер осы миды зерттеп, өзіме жұмыс жасатып, мен мидың құдіретін түсініп, өмірде басқа адамдар сияқты өз ізімді қалдырамын, адамдық борышымды өтеймін деген, егер саналы адамдардың қатарына кіремін деген, сізде нақты мақсат арман болса, менің курстарым бар, осы миға байланысты 21 күндік. 21 күннің ішінде осы миды қалай жұмыс ету керек, мидың артықшылығы қандай, оны қалай алдап, оған қандай сұрақтар қою керек, осы жөнінде миға байланысты толыққанды ақпарат сол жерде беріледі. Соған қатыссаңыз болады егер. Әрине осы видеоны көріп те, осы 4 нәрсені өміріңізде қолданып та, осыған байланысты жоспарлар құрып та, дұрыс нәтижеге жетуге болады. Ендеше іске сәт.
сау болыңыздар.